Бүгін таңда телефонын оятарынан емес, жаппай хабарламалардың легінен ояндым. Қазақ халқының қабырғасын қайыстырар ақпарат тарады. Қайғылы оқиға бүгін таңғы сағат 07:22-де болды. Бек Эйр әуе компаниясының Алматы-Нұрсұлтан бағытындағы Фоккер 100 ұшағы Талғар ауданында құлады. Соңғы мәліметтерге сәйкес апат 15 адамның өмірін қиды. Ұшақта 93 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі болған. 5 жолаушы ауыр жағдайда Алматыдан көпбейінді клиникалық ауруханаға, сондай-ақ шұғыл медициналық қызмет көрсету балалар орталығына түрлі жарақаттармен 8 бала жеткізілді. Естеріңізде болса, 2016 жылдың 26 наурызында Бек Эйр ұшағы Астанада апатты жағдайда тоқтауға мәжбүр болған. Фоккер 100 бортында ол кезде Қызылордадан Елордаға ұшқан 116 жолаушы Аллаға шүкір аман қалды. Абырой болғанда пилоттар механиканың ақауын дер кезінде байқап, қайғылы жағдай орын алмады. Дмитрий Родин бастаған ұшқыштар ұшақты алдыңғы шассисіз тоқтатты. Ал бұл жолы ұшақ бетон қоршауын бұзып, 2 қабатты ғимаратқа соғылған. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев жолаушылар ұшағының апатқа ұшырауына байланысты көңіл айтты. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 28 желтоқсанды жалпы ұлттық аза тұту күні ретінде жариялады. Апаттан кейін Фоккер 100 типтегі ұшақтарды пайдалануға уақытша тыйым салынды. Айтыскер ақын Қайнар Алагөзов осы Запорождарды баяғыда құрту керек еді дейді. Шетелдің ескі құсқы ұшақтары тар, жайсыз. Шалқардың көшесінде келе жатқандай әуеде селкілдейсің де отырасың. Мінген сайын түскенше асығып қалтырайсың. Бұның артында үлкен бизнес ақша, оның артында ақшаға құнығу, өзгенің өмірін 5 тиыннан құнсыз көру жатыр. Ақыры қанша адамның түбіне жетіп тындыңдар. Осы адамдардың обалы мен көз жасы сендерге болсын, Бек Эйрдің батырлары. Алматы маңындағы ұшақ апатынан зардап шеккендерге шұғыл түрде қан тапсыратын донорлар керек. Алматыдағы қан орталығы, Бұқар Жырау көшесі 47-ші үй. Алматы облысындағы қан орталығы, Қаскелең қаласы, Абылайхан көшесі.